Альхамдулиллах, уассалату вассаламу аля расулилля. Ассаламу алейкум, құрметті жамағат. Бүгінгі тақырыбымыз ғылым үйренудің маңыздылығы жайында. Құран кітабымыздың өзі ең бірінші түсірілген аят оқы деп түсірілді. Неге? Өйткені дініміз келген уақытта одан бұрынғы жасалып жатқан істің барлығын надандық істер деп атады. Ал ислам келген уақытта оқы деп бастауының себебі де осы еді. Ең бірінші қараңыз. Иқра бисми раббикаллази халақ деді. Жаратқан Раббыңның атымен бастап оқы деді. Бұны қазақша айтқанда бір Аллаға сыйынып кел балалар оқылық деп шығарған ғой. Тура осыдан алынған негізінде. Өлеңдетіп келтіргені. Сонда қарайтын болсақ, дініміз бірінші оқы деп бастатты. Содан кейін барып алғашқы түскен сүре оқумен басталған болса, Құран тәртіптелген уақыттың өзін қараңыз. Бақара сүресінде Алла тағала ең бірінші айтатын нәрсесі келе адам баласын жер бетіне халифа етіп жаратамын деп айтты. Халифа деген Алла тағаланың жер бетінде үкімдерін орындаушы адамды жаратуы. Періштелерді бұған сәжде жасауды әмір етті. Не үшін сәжде жасатты? Себебін көрсеткен уақытта бүкіл ғалымдарымыздың айтатыны білімінің арқасында деп айтқан. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Адам алейхиссаламға бүкіл нәрсенің білімін үйретті дейді, аттарын, ғылым берілгендігі оған. Сөйтті да періштелерге қаратып, осының енді маған осы пәлен нәрселердің бәрін аттарын атап беріңдерші дейді. Періштелер оны атай алмайтындығын білдіргеннен кейін адамға атап бер дейді, барлығын атап білдірді дейді. Бұл ғылымның артықшылығы. Соның үшін періштелерге сәжде жасатты дейді. Бұл сәжде әрине құлшылық сәждесі емес, бұны құрмет сәждесі деп айтады. Алла Тағаланың әмірі бойынша жасалғандықтан ешқандай да бұл жаңа құлшылық сәждесі болып, я болмаса бір құбыла секілді жасаған ондай емес. Бұл Алланың әмірімен жасалған құрмет сәждесі деп айтылады тәпсір кітаптарымызда. Осы жерде көреміз, адамды құрметті қылып жаратуы не екен? Білімі арқылы еді. Білімі болғандықтан басқадан артық болып есептелді. Адам алейхиссаламға енді осы жерде айта кетейік, білім үйретілді деген кезде барлық нәрсенің аттары үйретілді дейді. Оны екі мағынаны береді ғалымдарымыз. Біріншісі, шынымен Адам алейхиссалам жаратыла Алла тағаланың оған көкейіне салған бүкіл нәрсенің аттарын білетін еді дейді. Анық ашық аят осылай. Екінші риуаят бойынша Адам алейхиссаламға ат қоюды үйретті деп айтқан. Адамның ғана осындай сипаты бар, қасиеті, көрінген нәрсеге ат қоя алады. Түсінікті ме? Бұған бір дәлел келтіреді. Бұл дәлел Адам алейхиссаламға Хауаны жаратқан уақытында, ей адам дейді, мынаның аты кім, бұны аташы деңіз, Хауа деп атаған екен өзі Адам алейхиссалам. Неге Хауа дейді? Лианнаха хулиқат минал хай дейді. Өйткені бұл тіріден жаратылғандық үшін дейді. Хайдан жаратылғаннан Хауа деп қойдым дейді атын. Демек не екен? Тіріден жаратылған, енді тіршілік етуші деген мағынаға да оны қолданғандықтан, тіріден жаратылғаннан деп өзі ат шығарып қоюы. Енді көреміз, ғұламаларымыздың айтатын нәрсесі пайдалы білім деген кезде ең бірінші пайдалы білім деп қайсысы айтылады дейді? Дін ғылымы деп айтқан бүкілі. Өйткені адам өзіне адалы мен арамын үйреніп алуы, өзіне парыз болған нәрсене, зиянды нәрсене екен білдіретін шариғатты үйренуі деген. Бұл ең абзал білімнен дейді. Өйткені адам соны үйретеді, өзі сонымен амал етеді, және ақыретте де осының жемісін көреді деп айтқан. Соның үшін бірінші ардақты білім бұл шариғат білімі дейді. Екіншісі медицина ғылымы деп айтқан. Одан кейін басқалары дейді. Басқаның барлығы бір дәрежеде бұлар үшінші орынға түсірген. Бірінші дін ғылымы деген, одан кейін медицина ғылымы екен. Бұл ғалымдарымыздың айтқаны пікірі. Ислам ғұламалары осылай береді. Содан кейінгілері үшінші орындағы басқа ғылымның барлығы деп айтылады. Өйткені неге дін ғылымын бірінші деп айтып жатқан себебі, кез келген ғылым
Алла тағаланы тануға алып бару керек. Басқа ғылым болып есептелінбеген. Өйткені адам дүние тіршілігінде оны пайдалануы мүмкін, сол арқылы ақша табуы мүмкін, бірақ ақыретке жарамсыз болғандықтан шариғат ғылымына сай келе алмаған ешқайсысы. Ғылым міндетті түрде Алланы таныту керек, сол уақытта ғылым болады дейді. Кез келген философтарды алыңыз, кез келген ақын болсын, көзі ашық деген қандай адамды алсаңыз да Алла тағала туралы міндетті түрде сөздер айтады. Өйткені бұның білімі міндетті түрде соған жеткізеді. Құран Кәрімде шахидаллаху аннаху ла илаха илля хуа вал малаикату ва улул илми қаиман бил қист ла илаха илля ху дейді. Расында Алла тағала, оның періштелері және ғылым иелері бір Алладан басқа құдай жоқ деп сөзді ақиқатпен ұстап тұратын солар деп айтқан. Үш түрлі. Алла, оның періштелері, ғалымдар деп айтты. Басқан емес. Әділетті түрде Алла тағаланы дәлелдеп беретін ғылымы да бар, сол жолға шақыратын жаңағы ғалымдарды Алла тағаланың куәгерлігімен періштелердің куәгерлігіне алып кеп қосты. Соның үшін адам ойламау керек. Кейде біз былай деп жатамыз, пәлен кісі тақуа дейміз. Немесе пәлен кісі сабырлы дейміз. Білімі жоқ болатын болса, ол тақуалықтың не екенін де білмейді деген сөз ол. Өзінің қатып қалған бір нәрсесін ұстап жүру. Ал тақуалық деген не нәрсе? Алла тағаланың әмір еткен нәрсесін орындау, ол білім керек ол үшін. Алланың әмірін орындау, тыйған нәрсесінен тыйылу. Негізі тақуалықтың да негізгі бірінші шарты негізі харамнан тыйылу ғой. Харамнан сақтанған адам тақуа. Ал парыздарды шама-шарқ келгенше орындауы. Мінекей ғылымның артықшылығы осы жерде. Бір адам дін ғылымы болмайтын болса, ода білмейтін болса, ол тақуалыққа жете алмайды, ұрынады барады. Бір хикаяны келтіреді. Екі бауыр болады, бірі ғылым үйренеміз дейді, екеуі тақуалық тұстанып жүреді негіз. Бірі ғылым үйрену жолына шығады, екіншісі үйінде қалады. Жоқ дейді, мен осы тақуалығымды ұстанып жүремін дейді. Бірақ белгілі бір уақыт өтеді, 5 жыл ма, 10 жыл ма ортада уақыт өткеннен кейін інісі қайтып келеді. Қайтып келген уақытта қараса, жаңа бауыры бір тышқанды байқамай өлтіріп қойған екен. Сөйткенде соны өлтіріп қойған үшін бұған құрмет ретінде сәлдесіне сол тышқанды орақ қойған екен әдейі. Сөйтіп намаз оқып жүрген сәлдесіне. Сонда жаңа бауыры, екінші бауыры келіп айтқан, қанша жыл осымен намаз оқыдың, соның бәрін қазасын оқисың қайтадан дейді. Оны нәжіс қой деп айтқан. Ол қалай сен онымен намаз оқып жүрсің деп. Қараңыз, адам білім болмаса, бір нәрсені құрмет, жақсы нәрсе, дұрыс нәрсе істеп жатырмын деп зиян тигізуі мүмкін. Тура сол сияқты білім болмайтын болса, кейбір адамдар тақуалық ұстанамыз деп ата-анасын қанға қақсатып жатады, тастап кетеді. Бала шағасын қараспай, олар аштан өліп жатса да, мен дін таратып жүрмін деп далаға кетіп қалуы мүмкін, немесе діни Құдайдың жолында жүрмін деп. Бұл білімсіздіктің кесірінен болады. Шариғат соның үшін білім үйренуді әмір еткен. Абу Зарге айтқан, былай деп айтқан сөз бар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның. Ей Абу Зар, таңертең сен шығып, үйіңнен шығып, Құраннан, яғни Алланың кітабынан бір әріп үйренуің қызыл түйелерден қайырлы саған деп айтқан. Қызыл түйелер деген ол уақытта қазіргі заманның ең мықты көліктері, қандай көліктері? Джиптер ма, басқалар ма, қайсысы болса, содан қайырлы сен үшін деп айтқан. Бұл бір әрібінің өзін сондай қайырлы деп айтуы, ғылымы болған адам шатаспай дұрыс өмір сүреді, сондықтан қайырлы болды. Ал дүние деген келеді, бүгін бар, ертең жоқ болады. Бүгін жоқ болса, ертең болатын нәрсе. Сондықтан адамға қайсысы қайырлы екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көрсетіп берген. Бір хадис шарифте былай деп айтады. Ад-дуния мал'унатун ва мал'унун ма фиха дейді. Дүние өзі малғұн дейді, тікелей аударсақ. Бірақ бұл жерде мазмум деген мағынаны берген ғалымдарымыз дүние қорлық ісі деп айтқан. Ішіндегі істің барлығы қорлық болып есептеледі дейді. Тек қана илля зикраллах деп айтады. Алланы зікір ету, бұл олардан емес дейді. Уама валлаху дейді. Сол Алланы еске алуға алып баратын жолдар әу алиман, әу мутааллиман дейді. Немесе ғалым болған, ғылым үйренуші болғандар бұндай емес деп айтқан. Неге? Алланың зікірін айтты, соған жеткізетін істер деді. Алланы зікіріне жеткізетін істер деп тоқтай қалса болатын еді.
ғылым соның ішіне кіріп кететін еді. Ондай деген жоқ. Ғалым немесе ғылым үйренуші деп артынан қосқандығында көреміз. Бұл деген сөз ғылымның артықшылығы. Бір ел екінші елмен салыстырылу үшін де ғылымы арқылы салыстырылады. Бір адам екінші адамнан артықшылығы несінде болады? Оның білімінде, ақылында болады. Шариғаттың шарты осы. Хазірет Али соны үшін айтқан. Күн алиман дейді, ғалым бол дейді, бірінші шарт. Екіншісі әу мутааллиман дейді, немесе үйренуші бол дейді, үнемі үйреніп жүретін адам. Немесе үшіншісі әу мустамиан дейді, тыңдаушы бол дейді. Адам бірінші шарт қандай екен? Ғалым бола алуы мүмкін. Бірақ ғалым болу оңай емес. Ғалым болатын мүмкіндік бар әрбір адамға. Ғалым болмаған болса, үнемі ғалымдарды тыңдаушы болу керек екендігі. Үйрену содан ше. Ғалымдардан үйрену. Үшіншісі ғалымдарды тыңдаушы бол дейді. Әу мухиббан деген төртінші. Ғалымдарды жақсы көретін адамдардан бол дейді. Уәлә такунел хамиса фатахлику. Бесіншісі болма, онда құрисың деген. Төрт-ақ жол. Ғалым болу, немесе ғалымдардан ғылым үйренуші болу, тыңдаушы болу, немесе үшеуін де істей алмайсыз. Ғалымды естіген кезде жақсы көретін адам. Ол ғұлама кісілер ғой деді. Осы нәрсе құтылдыратын нәрсе. Бесіншісі болсаңыз құрыдыңыз деп айтады. Адам қазір үйреніп жатырсыздар. Қаншама көпшіліктеріңіз үйреніп жатырсыздар ма? Бұл үлкен нәрсе. Адам мынандай деп ойламау керек. Мен үйреніп жатқан не болады бұл? Осы мен білмесем ештеңе етпейді ғой. Емес, білуіңіз керек. Ғылым соның үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадис шарифінде айтқаны: «Әл-әлму фаридатун аля кулли муслимин ва муслиматин» дейді. Әрбір мұсылман еркекке де, мұсылман әйелге де ғылым үйрену парыз деп айтқан. Имам Ғазали рахимахулла осыны түсіндіреді. Қандай ғылымды үйрену парыз дейді. Сол уақытта әркімге өзінің парыз болған істеп жүретін ісі бар ғой. Қай салада болатын болса, сол ілімін білуі парыз болып есептеледі дейді. Мысалға, күн шыққаннан кейін бір адам мұсылман болса дейді, ол бесін намазына дейін өмір сүретін болса, бесін намазын үйрену парыз болады оған дейді. Бесіннен асырға жетсе, асыр намазын үйрену парыз болады дейді негізгі. Сауда саттықпен айналысып жүрген адам сауданы жақсы білу керек. Шариғат бойынша қалай болатындығы. Қаншама адамдарымыз сауда жасайды. Саудадағы қарым-қатынас, сауда саттықта қандай шекті қойған шариғат, сол нәрселерді білу керек. Өйткені жаңа мал дүниесі харамға айланып кетпеу үшін. Өйткені арам нәрсе араласқан уақытта үнемі берекесі кетеді оның. Хазірет Омар соны үшін базарға адам тағайындаған арнайы. Халал мен харамын айтып үйретіп жүретін, базар тексеріп отыратын. Бұның да себебі осы еді. Адамдар харамға кіріп кетпесін, байқамай деп. Ғылым үйрене алмайтын екі түрлі топ болады, бұны білейік. Екі топ адамдар, бұлар ешқашан білім үйрене алмайтын надан күйінде кетеді деп айтқан. Бұның біріншісі не еді? Тәкаппар адам. Бір адам тәкаппар болатын болса, ешқашан білім үйрене алмайды ол. Осыдан үйренем ба деген секілді оны менсінбейді, сөйтіп жүріп, өзінің надан күйінде қалады. Қаншама нәрсесін үйрене алмайды. Екінші түрі бар, ынжық адамдар бұлар. Бір көкейінде сұрақ тұрады, сұрайын десе, ынжықтанып батпайды соған. Бұны кейбір аудармашыларымыз ұялшақ адам деп аударып жүр. Ұялшақ емес. Ұялшақтық деген ол орынды болса ұят болады ғой ол. Ол керекті нәрсе. Бірақ ынжық адам бар. Сұрау керек, бірақ сұрамайды, үндемей жүріп, сол күйінде ол кетеді деген, надан күйінде. Тәкаппар мен ынжық адам ғылым үйрене алмайды деген. Соның үшін ғылымда ынжықтық, ұялу деген нәрсе, ол дұрыс емес. Тәкаппарлық деген жүрмейді ешқашан. Керекті кейбір адамдар бар, сұрайын десе батпайды, не ынжықтығы болады, не бір ұялған болады, сөйтеді біле алмай кететін кейбір нәрселер бар. Қарапайым нәрсе, дәрет алудың өзінде. Ішкі дәрет бар ғой. Ішкі дәретті қалай алатындығын сұрамайды адам. Өз білгенмен істей береді. Кейін қарасаңыз, я простатит болған, не басқа болған, ауру болып шыға келеді қарасаңыз. Оны біліп алу керек қой. Ауырмайтын жолын. Өйткені ғылымда ұят деген нәрсе болмайды. Бір әйел кісі келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сұрақ сұраған. Осы әйелдерге тән жағдайлар болады ғой, ай сайын. Сол жағдайды сұраған. Сонда келіп сұраған не болды? Ей Алланың елшісі,
Алла тағала ақиқатты айтудан ұялмайды, маған мына нәрсеге жауап беріңіз деп ашып сұраған. Не істейміз, бұл қандай жағдай деп, қалай жасаймыз деп. Не екен? Демек, сұрақ сұрау ең басты мәселе. Ғылым үйренудің бірінші жолы сұрақ сұраумен болады. Өзіне пайдалы, керекті болған нәрсені сұрап біліп алумен. Ал енді оны білмесе, жаңағыдай өзінің сұрамағандығынан, өзінің қол істеген істері арқылы ауруға ұшырайды. Сөйтеді, оны да жақсылыққа бағалауы мүмкін. Мен Алла ризалығы үшін ауырдым деп. Алла ауруды әмір ете ме бізге? Жоқ. Дұрысын біліп ауырмайтын жолын жасау керек. Ауырдыңыз ба, емделетін жолы. Бұның баршасы қарап отырсаңыз, үйрену мен біліммен келетін нәрсе. Інілеріміз болады. Балаларымыз бар үйреніп жатқан. Балаға, жастарға болсын, үнемі жаңағы не беру керек? Адамды талпындыратын сөздер қолдану керек. Үйде балаңыз, мектепте де болады ғой, мектептен баға алып келеді. 5 алдым бүгін десе, деп қоя салмай, ой, бәрекелді, жақсы деп мақтап қойса, баланы ертеңде 5 алуға тырысады, оқиды ғой, сол себеп болады. Біздікілер мән бермейді көп адам. Абу Ханифаның ғалым болуына себеп болған оқиғаны білесіздер. Көпшілігіміз білеміз бұны. Бір күні былай болады. Абу Ханифа жасы 22-ге келген уақыт еді дейді. 22 жасында бұл саудасын жасап жүреді. Бұның ата-бабасынан жалғасып келе жатқан саудасы бар өздеріне. Мата сатады олар. Мата сатумен айналысады. Бір күні Шаби оны көріп қалады, сөйтіп айтады: қайда жалғастырып жүрсің дейді. Сонда жолымды саудама қарай жалғастырып жатырмын дейді, кетіп бара жатырмын дейді. Мен сенен оны сұраған жоқпын дейді. Ғылымды қайда жалғастырып жүрсің дейді. Сонда о ғылымға баруға мүмкіндік болмай жатыр, саудама баруым керек дейді. Сонда Шаби айтады оған: сен өте зерек адамсың дейді. Зерек жігітсің, сен ғылым оқы, мына саудаңды кішкене қысқарт дейді. Сенен түбі бір нәрсе шығады, сен ғылым жағына қарай бұрылсайшы дейді. Деген бір ауыз сөздер айтады. Сол уақытта Абу Ханифа бірден ойланып қалады: мен зеректігім бар ма не сонда елден ерекше деп. Сөйтіп саудасын жанындағы өзінің несі жолдасы болады ғой, бірге сауда жасап жүрді, соған қарай тапсырады. Соған ақшасын төлейтін болады, сен менікінде жасап келіп отыр деп. Сөйтіп жаңа жолдасына тапсырумен өзі ғылымға қарай берілген. Сөйтіп содан ең сол жердің мықты фиқшы ғұламасы кім деп іздеп жүріп, Хаммад ибн Аби Сулейман табады. Хаммад ибн Аби Сулейман сол заманның атақты фиқшы ғұламасы болады. Соның сабақтарына барып қатысады, 18 жыл бойы содан сабақ үйренеді. Фиқх үйренген. Ұстазы қайтыс болған уақытта таққа отырғанда сабақ бере берген болды. Сонда ойлаңыз, мен білдім болды деп, қазір біз 1 жыл немесе фиқхтың 1 кітабын оқымасақ болды ғой, ғұлама секілді боламыз. Елдің бәріне пәтуа беріп. Жоқ, 18 жыл отыру деген оңай нәрсе емес. Бірақ соны жасаған, соның арқасында Алла тағала мал дүниесіне де береке берді, білімін де арттырды. Мінекей соның арқасында жаңағы ғұламалық дәрежеге жетті. Жақсылықты үнемі жақсы, дұрыс жасап жатырсың, жалғастыр деп айту, бұл мұсылманға міндет. Раббани методика деп айтады. Раббани әдіс тәсіл. Алла тағаланың үйреткені. Құран Кәримде Ясин сүресі бар, Ясин сүресін тәпсірлеген уақытта ғұламаларымыз айтады. Ясин сүресінің басында Ясин деген енді 2 әріп бұл. Арабтардың басқа тілдерінде, басқа диалектілерінде Ясин деген ей балақай деген мағынаға, немесе ей адам деген, я инсан мағынасында қолданады дейді. Ей адам деген мағынада. Соны Ясин деген ей адам, яғни ей пайғамбар деген мағынаға келеді дейді. Уәл Құр'анил хаким дейді. Хикмет толы Құранмен ант етейін. Иннака ламинал мурсалин. Сен пайғамбарлардансың. Аля сирати мустақим дейді. Тура жолдасың деген. Жалғастыр жолыңды деген сөз бұл дейді. Сен тура жолдасың. Біреу үйреніп жатыр ма? Жақсы бір пікірі бар ма? Жарайсың, бәрекелді. Өте жақсы, үйреніпсің, жалғастыр мына нәрсені деп талпыныс беру керек деген. Сонда адам сол талпыныспен жететіндігі. Абайдың сөзінде балаларды оқытуға байланысты айтқан сөздері бар, көрсеңіз, 2 нәрсені айтады. Біріншісі, баланы қорқыту керек дейді, сөйтіп оқытып қою керек дейді. Қорқытып оқыту деген зорлап оқыту баланы. Кейін ол өсе келе
өзі бұрыннан оқып жүрген секілді сол жолда болып кетеді дейді. Я болмаса алдап оқыту керек деген. Бір нәрсе бересіз, бір тәтті алып бересіз, бір жерге алып барарсыз. Сол арқылы алдап үйретсеңіз, бала басында сөйтіп қызық сөйтіп жүріп, кейіннен өзі алып кетеді деген. Имам Муслимнің өзінің айтқан сөзі бар. Мен бір хадис жаттап келсем, әкем тәтті беретін дейді. Сонда ол уақытта қауынғақтар бар ғой, ауылда жасайды қауынғақты. Сондай жасап қояды екен тәтті қылып әдемі. Бір хадис келіп санадымен айтады екен. Пәленшеден риуаят етті, анау мынадан риуаят етті деп келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деді деп бір хадисті айтады, бәрекелді деп бір тәттісін береді екен. Соны тәтті алуға құмар болып, хадис жаттап келіп жүріп, белгілі жылдар бойы сөйтіп жүрген ғой ол кісі. Қаншама ортада бірнеше жылдар өткен уақытта ешқандай тәтті де жоқ, басқа да жоқ, өзі жаттай беретін болған. Ал имам Муслим деген уақытта қазір әлемге атақты ғұлама. Басы неден? Тәтті жеу үшін басталған дүние. Демек не екен? Қызықтырудың жолдары әртүрлі. Әр баланы бірақ қызықтырып үйрететін болса, зейіні ашылады. Оның талпынысына қарай Алла Тағала көкейін ашады, сөйтеді бұл бала үйреніп шығады. Құран Кәримде осы ғылымның артықшылығын білдіру мақсатында айтылған аят бар. Робби зидни альман деген. Ей Раббым, білімді арттыр деп айт дейді. Тіле деген осылай деп, білімді арттыр мен деп. Басқа еш нәрсені бұлай тіле деп айтқандығы жоқ. Бар ма, мысалы, мен малымды арттыр деп айт деген жері, немесе басқа бір нәрсемді арттыр дегені. Ондай нәрсе жоқ. Күшімді арттыр деп айт деген жері, ондайлар жоқ. Білімді арттыр деп тіле деген. Білім қаншалықты көп болса, ол артық болмайды, адамның өзіне пайда. Білетін мен білмейтіндер тең бола ма деген аят соны үшін келген. Уама яддаккару илля улул албаб дейді. Ақыл иелерінен басқа ешкім ойланбайды дейді бұл. Білетін мен білмейтін тең болмайды ешқашан. Біз ғалымдарымыздың өмірлерін көретін болсақ, осы ғылым үйренуге қаншама күш жұмсағандықтарын көресіз. Осы ғылым жолында, Абайдың сөзінде де көресіз, ғылым жолы мал аяйтын жолы емес деп айтқан. Барыңды салу керек, мал дүниеңіздің баршасын салыңыз да, балаңызды оқытыңыз дейді. Әңгімен бар осы да. Ғылым үйрету бізде мақсат мынау болып кетті. Баламызды үйрететін болсақ, кез келген оқуға түсем, бала оқиын деп тұрса, бітіргеннен кейін кім боласың дейді. Ақшасы бар жұмыс па өзі деп, сол нәрсесін. Бала ақша табам деген ниетпен оқитын болса, ол бір ақша табатындай дәрежеге дейін үйренеді, болды. Ақша табылатын болса, ары қарай үйренбейді. Ғылымды Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис шарифінде келеді. Мән тааллама илман ли гайриллахи ау арада бихи гайраллах фальятабауа мақъадаху минан нар. Кім-де-кім ғылымды бір дүние табу мақсатымен, немесе Алланың ризалығынан бөлек басқа бір мақсатпен үйренетін болса, тозақтағы орнына дайындалсын деп айтқан. Бұл ғылым оны тозаққа кіргізеді деген. Өйткені ғылымның негізі не екен? Алла ризалығына жету. Бүкіл нәрселер айланып алып келіп Алла Тағаланың ризалығына апарып тірейді. Қаншама адамдарды көресіз, мақсат не болады? Кедей болған болса, байлыққа жету болады мақсат. Кім бай болғысы келмейді? Әркімнің бай болғысы келеді. Өйткені байлық бар жерде дүниеңіз мол болатын болса, ешкімге мұқтаж болмасаңыз, басқа нәрсемен айналысуға еркіндіктер туады ғой, мүмкіндік мол болады расында. Кім бай болғысы келмейді? Бай адамдардың істеп жүрген ісін көріңіз, не істейді? Байлық керек деп айтайын десе, бар дүние. Қаншама адамдар бар, дүниесі бүгін тоқтап қалса жұмысы, баласы, немере, шөбересіне жететін ақшасы бар адамдар бар. Бірақ соның бәрін көріңіз, нәтижеде намаз оқып, Алла ризалығын табуға, ауыз ашар беріп, анау-мынау адамдар көмектесуді бастайды. Өйткені өмірдің содан басқа мәні жоқ екенін түсінеді. Өмір сүріп жатырмыз ғой қазір. Сүріп, белгілі уақытқа келген кезде дүниеден өтіп кетесіз, болды, есеп бересіз, мәселе осы. Бір ұмытылмас, мәңгілік қалатын адам бір нәрсе істегісі келеді, бірақ ол не? Алланың алдында отатын жол ғана. Одан басқа жол емес екенін түсінеді. Дүниеге жетті. Нәтиже одан ары қарай не болады енді? Соны қараған кезде салихалы істерге, ғылым оқытуға, соны үшін байлар дүние мүлкін миллиардтар болса да төліп баласын ғылым жақсы үйренеді деген жерге береді әдейі. Өйткені одан асқан нәрсенің жоқ екенін түсінеді.
үйренсін, білсін деп. Салихалы істер жасатуға үнемі талпындырады. Адамның сол нәрсеге нәтиже ретінде өзі барады. Ол ертелі кеш соған барады. Біреу жас кезінде елемеуі мүмкін, бірақ 50-ден 60-тан жас аса бастаған кезде ойланады, ары бері. Ағайын туыстың басын қосу керек екендігі, жақсылық жасау керек екендігі, кемтарларға көмектесіп жіберу керек екендігін түсінеді, сол дұрыс жолына қарай бұрылады. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадис шарифінде айтты: «Ликулли шейин тариқ ва тариқул джаннатил илм» дейді. Әр нәрсенің жолы бар, жәннаттың жолы білім деп айтты. «Мән сәләка тариқан ялтамису фихи илман саххалаллаху лаху тариқан илал джанна». Кімде-кім ғылым үйренем деп жолға шығатын болса, Алла оның жәннатқа кіретін жолын жеңілдетеді деген. Неге ғылым жол, жәннаттың жолы деп аталды? Байина сүресін оқыңыздар. Байина сүресінің соңғы аяттарын көрсеңіз, иман келтіргендер, салихалы амал істегендер, Алла Тағала бұлардың баршасына жаңағы кіретін жәннаттарын, астынан өзендер ағып жатқан жәннаттарын дайындады. Олар онда мәңгі қалады. Бұлар жаратылғандардың ең жақсысы деп келеді. «Залика лиман хашия раббах» дейді. Раббысынан қорыққан адамдар үшін дайындалған орын бұл деп айтқан. Раббысынан қорыққан адамдар. Алладан қорқуды екінші аят байлайды. «Иннама яхшаллаха мин ибадихил улама» дейді. Құлдарының арасында ғұламалар ғана Алладан лайықты түрде қорқады деп айтқан. Ғылымға тірейді алып келіп бәрібір. Сол үшін біз ойламау керек. Мен бір кішігірім бір нәрсесін үйреніп алайын, сол жетеді. Жоқ, үйрене беру керек. Үйрене беру керек. Алға қарай. Бұның ертең бұның барлығы адамның алдына шығады. Өзі соның жемісін көреді. Білімді адам мен білімсіз адам ешқашан тең бола алмайды. Кейде көресіз, бір ақиқатын айтайын. Намаз оқып, кішкене дін үйреніп жүрген адамның пікірі өзгереді біраз. Кішкене ілгерілегендігін байқайды. Оны қай жерден байқайсыз? Бұрынғы оқыған достарыңыз, класстастарыңыз болады ғой, сыныптастарыңыз. Солармен бірге отырыңыз, аналардың әңгімесін тыңдап отырсаңыз, кішкентай баланың әңгімесін айтып жатады. Ол сондай шынымен. Оны олар бірақ байқап отырған жоқ, өздері мықтымыз деп есептеп отырады. Бірақ сіз басқа түсінікпен ана жерде отырғаннан кейін, не екен, олардың айтып жатқан сөздері бос нәрсе, адам күлмейтін нәрселерге бір екіншісін қорқытады, екіншісі қорқса мәз соған. Сондай нәрселер істейді. Көріңіз шынымен бұны, бұлай байқап көріңіз. Демек не екен, адам ғылым деген адамды өсіреді ол. Үнемі өзіңіздің үлкендермен араласуға алып барады. Үлкендермен бірге жүрген үнемі бір нәрсені алдыға, үнемі бір қадам алдыда жүр деген сөз болады. Сол үшін ғылым жолы. Бұрынғы дамыған ақын, жазушы болған адамдар баршасын көріңіз, соларды кезінде әкелері үлкендердің жиналысына, мәжілістеріне ертіп баратын болған балалар. Әкелерімен еріп жүрген үнемі. Бізде көретін болсаңыз, ақындар, жыраулар келетін болса, үміт күтіп отырған баласын үнемі жәніне ұстап отыратын болған. Тыңдасын сөзін, не айтып жатқан деп. Бұл бізге білінбейді бұлай, бірақ бала өсіп жатыр сол арқылы. Бала қатты қабылдайды ондайды. Сосын бұл ойда қатты қалып кетеді. Мысалға не емес? Біздің ойлағанымызда емес, біз күніге келіп кетіп жүрміз ғой. Мысалға мешітке балаңызды ертіп кетсеңіз, бұл баланың ешқашан есінен шықпайды. Мен әкеммен бір мешітке барып ем, осындай болып еді деп, кішкентай кезінде барған есінде болады оның. Ешқашан есінен шықпайды. Кейін өсіп кеткен күннің өзінде де айтып отырады. Соның үшін екен, баланы ертіп жүріп, көрсетіп, үйрету керек екен. Ал адам үнемі өзін оқып кете беру. Бір күні Ахмад ибн Хамбал бір мәжіліске келеді. Сонда бір ғұлама кісі, имам екен, сол жерде сол уағызын айтып жатады. Сол айтып жатқан сөзін тыңдап отырып, сия сауытын алып алған, қолында парағы бар. Ол уақытта қазіргідей мына ручка емес қой. Сия сауыт батырып жазу керек, қайда батырып, төгіп алсаңыз аймандай қаласыз бүкіл жерді. Сондайын ұстап, айтқан сөздердің кейбірін жазып алып отыр дейді ана кісі. Сонда адамдар айтады: «Ей Ахмад дейді, бұның не дейді, сен атақты ғұламасың ғой дейді. Әлі мына сия сауытыңды ұстап жүрсің бе дейді». Сол кезде «Ма'ал махбарати илал мақбара» деп айтқан. Осы сия сауытпен қабірге дейін барам мен деп айтқан. Өлгенше соны ұстап жүретіндігі. Мінекей соны үшін олар осындай жағдайға жетті. Алла Тағала
әлемге атақты ғұламалар болды. Сол Ахмад ибн Хамбал атақты Хамбали мазхабының үлкен ғұламасы, негізгі тұлға. Сол Ахмад ибн Хамбал кезінде бір адасқан топтар Муътазила деген таққа келген уақытта жаңағы мемлекеттік деңгейде ресми мазхаб болып қабылданып, солар ахли сүннеттің ғұламаларының баршасын қанайды қатты. Ахмад ибн Хамбалды байлап қойып шынжырмен ұрған сол уақытта. Соны естіген уақытта халық жылаған кәдімгі. Үлкен ғұламаға неге өйтпейсет бұлар деп. Ештеңе істемесе де халық тілеулес болып отырған. Ғұламаның сөзін сөйлеп, ғұламаны жақсы көргендігінен, айтпесе олар үйінде отыра беретін еді ғой. Еш нәрсені көрмеген, білмеген адам болса. Соны Ахмад ибн Хамбалды кейін шығармаса жақсылық болмайтындығын көрген билік басында отырғандар. Сөйтіп шығарған соны. Халықтың көкейіндегі адам осы ғой деп. Бірақ енді ол кезде сол заманның патшасы ауысқан еді. Сөйтіп шығарып алды, Ахмад ибн Хамбалдың пікірлерін қабылдап, соның мазхабын мазхаб қылып қойғанда бұрынғы адасқан топтардың баршасын қайтадан тазалағандығы бар. Осы жерде көреміз. Көпшіліктің бәрі ғалым болып кетпейді. Ғалым адам біреу, екеу санаулы болып шығады. Бірақ сол бір-екі адам бүкіл халыққа әсер етеді. Зерек болған балаларын көп адамдарымыз саудаға салады, немесе сот қыламыз дейді, прокурор қыламыз дейді, анау дейді, мынау дейді, сондаймен кетеді. Дін жолына берген зерек баланы беріп жатқан көрмедім мен осы күнге дейін. Бірақ беру керек қой. Зерек балаңызды дінге берсеңіз, дін ғұламасы болып, бүкіл Қазақстанға пәтуа шығаратын сол болады ғой, ертең. Ол керек, ол міндет түрде. Зерек балаларды оқыту керек. Бұрынғы уақыттарда зерек болған балаларын осы дінге берген. Соның үшін ғұламалар көп шыққан. Ал бізде кейінгі уақыттарда не оқымайды, әке-шешесін тыңдамайды, әбден бұзық болған баласын енді осыны бейіске берекші, осы жерден адам болар әйтеуір деп, жаңа бұзылып кетпей жүрсе екен деп береді. Сол нәрсе негізі адамды құртты, негізі жарты молда шығады деген сөз онда. Негізі таза білімді, ақылды адамдар бар ғой, бұлардан ешқашан зиян келмейді екен. Ешқашан зиян көрмейсіз, шын білімді ғалым адам болса. Ал таза жынды адам болса, одан да зиян көрмейді екенсіз. Өйткені жындылар таза жынды болса өзімен өзі жүре береді екен. Есеңгіреп, арыға барып, берге келіп, тілін шайнап жаңа өзімен өзі жүре береді. Ең зиянды қауіпті адамдар жартылай ғалым мен жартылай жындылар екен өзі. Осылар өте көп зиян тигізеді екен адамдарға, халыққа. Соны көреміз, не екен? Соны үшін таза білімді адаммен дос болуға үнемі шақырған. Кім өзінің қаламайды? Жақсы бір ғалым досының болған. Мен өз басым қалаймын бір. Ғалым досың болса, араласатын. Бір басыңызға бір, не дейміз мен, бір мәселеге душар болдыңыз, тығырыққа тірелдіңіз, ақылдассаңыз пікір қосатындай мықты ғалым досыңыз болса, шығатын жолды көрсететін. Не деген үлкен нәрсе бұл. Абу Хурайраның былай деп айтқан сөзі бар. Аусани халили саллаллаху алейхи уассалам бисаласин дейді. Менің досым саллаллаху алейхи уассалам маған үш нәрсені әмір етті дейді. Менің досым деп айтқанда, кім оның досы? Пайғамбар. Менің досым былай деп үш нәрсені әмір етті деп айтқаны, досым деп, досы пайғамбар болған. Не деген бақытты адам, ойлаңыз. Сіз ғалыммен дос болғыңыз келетін болса, оның досы пайғамбар да тікелей. Досым үш нәрсені әмір етті дейді, істеуіне деп. Сонда айтқаны, күн шыққаннан кейін 2 ракат намаз оқуды тастама деп айтты дейді. Бір. Екіншісі, әр айда 3 күн ораза ұста деп айтты дейді. Жатпастан бұрын өтір намазын оқы деп айтты дейді. Осы үш нәрсені маған өсиет етіп айтты, досым деп айтқан. Досым дегені пайғамбар еді, қараңыз. Соның үшін бұл не нәрсені көрсетеді? Адамның өзіне пайдалы болған нәрсесін нұсқады. Менің досым деп онымен мақтан тұтты, пайғамбар оның досы. Ал сондай дұрыстықты көрсете алатын досыңыз болуы, ғалым досыңыздың болуы, ол жетістікке жеткізеді деген сөз. Соның үшін біз мына нәрсені білейік. Адам өз оқи алмаған болуы мүмкін. Кейбір адамдар мынандай жағдайда болады. Өз оқи алмайды, үйрене алмайды. Енді ол таршылық көрер, кедейшілік көрер. Сөйтеді, нан табудың соңында жүреді. Өмірі солай өтеді. Бірақ барынша бұл адам, мұндай адамдарға Абайдың сөзі бар.
өзің бірінші ғылым үйренетін жолды баста дейді. Істей алмасаңыз мал тап дейді онда дейді. Есектің артын жусаң да мал тап дейді. Мал тауып дүние жина дейді. Өзің оқи алмадың ба, балаңды оқыт онда деп айтады. Өзіміз істей алмадық па, баланы соған жететіндей дәрежені жеткізу керек. Баланың соған баратын жолын жеңілдету керек, үнемі көмектесіп. Біз нені сұраймыз? Үйреніп жатса, бір баламыз енді үйреніп келе жатса, не болады екен, артынан жаңа қандай қызмет істейсің бұнымен? Дін үйреніп жатқан бір баладан сұраңызшы, балам осы дін үйренгеннен кейін қандай қызмет істейсің, не істейсің десеңіз, баланың ойын бұздыңыз деген сөз. Ол бұнымен мен ақша таба аламын ба, ертең не істеймін, ауылға барып молда боламын ба бұнымен деген ой кетсе, болды, ол оқымайды, ғылымы сол жерде тоқтады оның. Баланың тоқтауына себепкер болады адам. Ал Алла тағаланың пайғамбарға қолданғаны қалай еді? Тура жолдасын жалғастыр деді. Шаби, сен зерек жігітсің, сен ғылымға көп көңіл бөлсеш деді. Соның арқасында ғалымның шыққанын көрдік. Ал ғылым үйрене алмаған адам қалай үйренеді? Сұрау арқылы үйренеді. Сұрау ең бірінші жолы. Мына бізде бұрыннан кішкентайымыздан көрген нәрселеріміз, үйде мына құдай тамақтар болады, сол уақыттарда молдадан сұрап жатады, мына нәрсе қалай дейді, ол былай дейді, мына нәрсе қандай солай дейді. Бұл пәтуа сұрау, үйрену деген осы негізі. Бізге бұлай болмашы нәрсе секілді ғой, негізі ол өзіне пайдалы керек нәрсесін сұрап алады сол жерде. Өйткені былай істесе қалай, бола ма, болмай ма дегені шариғатқа түсе ме, түспей ме деген сөз ғой ол. Әйтпесе оны сұрамайтын еді, ол өз білгенін істей беретін еді. Молдадан сұрауының себебі де сол еді, шариғатқа ісім сай ма, сай емес па деп біліп алуға. Бұл міндет түрде керек. Міндет түрде. Бірақ әр нәрсенің орнын білейік. Ғылым үйренуде де әр нәрсенің өз орнымен болады. Бір күні Ибн Шихаб аз-Зухри, атақты ғұлама кісі, хадисші, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистерін тадуин жасаған, жинақтаған бүкіл, сахихы бар, әлсізі бар, бәрін реттеп жинақтаған атақты ғұламалардың бірі Ибн Шихаб аз-Зухри деген ғұлама кісі. Бұл Ибн Шихаб аз-Зухри шәкірттеріне сабақ беріп жатады. Ол уақыттағы шәкірттерге сабақ беру деген қазіргідегідей тақта қойып, парта қойып емес қой. Уағыз түрінде айтады, соны талқылайды шәкірттерімен, содан кейін барып нәтижені шығарып жазады. Қалай болды, кім болды, не болды, баршасын зерттейді. Сонда уағыз насихатын жүргізіп, сол жерде ғылым үйретіп жатқан уақытында 80-ге жуық адам келді дейді. Мешіттің бір жанынан кіріп келген екен жаңағы, 80-ге жуық адам. Кіріп келеді, біз Ираннан, Ирактан келген адамдармыз дейді. Ғылым үйренуге келдік сізден дейді. Сонда шәкірттеріне тоқтай тұрыңыздар дейді онда. Сұраңыздар дейді. Сол кезде бізге бір хадис айтыңыз дейді. Сонда бұл кісінің өзінің әдеті бойынша өзінің бір күнде 3 хадисті ғана үйретеді екен бұл кісі. Бір күнде 3 хадис өтеді. Сол 3 хадисті мәтінімен, санадымен, кім-кімнен риуаят, кім-кімнің шәкірті, баршасын толығымен 3 хадис үйретіп береді екен болды. Одан артық еш нәрсе өтпейді екен. Жаңа кісілерге отырғызады, иснадымен айтып, 3 хадис айтып береді қатарымен. Сонда ана кісілер жоқ, бізге тағы да айт дейді. Ойланып тұрады да, тағы да бір хадис айтады, 4-шісін. Сол кезде ана кісілер тағы да айт бізге деп отырып алады жаңа. Біз Ираннан, Ирактан келдік дейді, ұзақ жерден дейді. Сонда Ибн Шихаб қарап тұрып айтады, мына жерде кімнің ұяты бар болса шығып кетсін дейді. Сонда жартысы тұрып шығып кетті дейді, жартысы қалып кетеді адамдар. Сосын қарап тұрады, кімнің адамгершілігі бар болса шығып кетсін дейді. Тағы да бір тобы кетеді, кейінгі топ қалады. 1/3 қалады енді. Сонда мына адамдардың арасында кімнің иманы бар болса шығып кетсін мына жерден дейді. Сонда тағы да адамдар шығып, 5-6 адам қалып кетеді. Бұны риуаят еткен жаңа біреу соның ішінде отырған. Айтады, 5-6 адам болып қалдық, мен солардың ішінде едім дейді. Сонда Ибн Шихаб айтты дейді, мынау адамгершілігі жоқ, ұяты жоқ, иманы жоқ, мынандайларды қуып жіберіңдер деп айтты дейді. Болмайды, кетпесе кетпей жатыр. Қуып жіберіңдер деп айтқан екен. Сонда қарасаң, иманы бар адам шықсын десе де шықпай отырды адам. Сонда не істеген? Ұяты жоқ, адамгершілігі жоқ, иманы жоқ, мынандайларды қуып жіберіңдер деп айтқан екен. Демек, әр нәрсенің өз орнымен болады. Соны сұрайтын орында да кейбір кездер болады, сұрақ сұрамайтын жерде келіп сұрайтын адамдар болады.
мезгілсіз орынсыз жерде ол да дұрыс емес деп айтады. Өзі нақты уақытысымен келіп сұрап, негізгі нәрсені адуамуха ва ин қалла деген, аз да болса күнделікті жасалатын іс ең берекелісі деген. Күніге бір хадис үйрену, күніге бір нәрсені тыңдап үйреніп кету, бұл нәрсе адамды жақсылыққа жеткізетін жол осы екен. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.